Сәлем, сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат. Бүгін өткен аптада орын алған аса өзекті жаңалықтарға тоқталамыз. Ол Ресейге бағытталған санкциялардың бізге әсері, Алматыда өткен митингтер және спорт жаңалықтары. Бастамас бұрын арнаға жазылып, қоңырауға басып, лайк басуларыңызды сұраймын. Қазақ тілді контентті дамытуға өз үлесіңізді қосыңыз. Кеттік. Ресейге бағытталған санкциялар Қазақстанға тікелей әсер етуде. Батыс елдері Украина аумағына басып кірген Ресейге қарсы қатаң санкциялар салды. Барлық дерлік салаларда сыртқы саясаттан бастап, мәдениет пен спортқа дейін ынтымақтастықты тоқтатуды жалғастыруда. Ресей рублі құнсыздануда. Бұл тікелей теңгеге әсер етеді. Теңге әлсіреді, бүгінде 500-ден асты. Азық-түлік тауардың бағасы күн сайын артып барады. Ал оның шешімі отандық кәсіпорындарды дамыту және бұл арқылы импортты қысқарту. Олай болмаса, бағаның төмендеуіне қол жеткізу мүмкін емес. Әрине, бұл үлкен проблема. Дей тұра, мен бұл мәселенің жағымды тұстарда бар екенін айтқым келеді. Мен эксперт емеспін, бірақ бұл мәселеге қатысты болжамдар жасап көргім келеді. Сонымен, Қазақстан үшін қандай жағымды жағы болуы мүмкін деп отырған боларсыз. Бүгінде Ресейге нақты қандай компаниялар санкция жариялағанын барлық жерде жазып жатыр. Көрген боларсыз. Олардың ішінде тікелей бізге, Қазақстанға әсер еткендерінің бірін атап өтейік. Ол кино саласына қатысты. Қазақстандық кинопарк кинотеатрлар желісі 1 сәуірден бастап белгісіз мерзімге жабылатынын хабарлады. Оған Ресей арқылы жұмыс істейтін ірі шетелдік кинокомпаниялардың фильмдер беруден бас тартқаны әсер етті. Бұл қазақстандық аударма, дыбыстау жасаушыларға туындап отырған үлкен мүмкіндік шығар. Яғни ресейлік компаниялардан емес, тікелей Голливудпен жұмыс жасауға болады. Қалай ойлайсыздар, бұл іске асырылуы мүмкін бе? Есесіне, тіл мәселесін шешуге үлкен септігін тигізеді. Қалай десеңіз, фильмдерді түпнұсқада қарайтын болса, ағылшын тілін меңгеру процесі жылдамдай түседі. Ол орыс тілінен ақырындап шектелуге қадам жасалады деген сөз. Аударма жасайтын болсақ, ағылшын тілі мен қазақ тілінің арасында үнемі тұратын орыс тілінің қажеттілігінен бас тартамыз. Бүгіннің өзінде Ресейден Қазақстанға көшіп келуді ойластырып жүргендер барын көріп отырмыз. Ресейдегі дағдарыс ұзаққа созылатыны айдан анық. Ресейліктер ертеңгі күні Қазақстанда ақша табудың оңайырақ болатынын сезеді. Демек, бұл бізде еңбек ресурсын арттырады. Елде мықты мамандардың саны да арта түсуі мүмкін. Мысал ретінде Freedom Finance акционерлік қоғамының құрылтайшысы, негізін қалаушы Тимур Турловты атап өтуге болады. 23 жасында шағын брокерлік компаниясымен Алматыға келген Тимур мырза бүгінде 34 жасында ТМД елдерінде Қазақстандағы операциялар арқылы байыған алғашқы миллиардер атанып отыр. Бұл біздің елде мүмкіндік көп дегенді білдіреді. Неге бүгінде Қазақстан ресейліктер үшін аса оптималды нұсқалардың бірі болып отыр? Өйткені орыс тілді орта бар, менталитетіміз ұқсас, виза алудың қажеті жоқ. Демек, биліктің басындағы Путиннің саясатын қолдамайтындар Қазақстанға көшіп келсе, тез бейімделуіне айтарлықтай кедергі жоқ. Тағы бір қосатын жайт шығармашылыққа қатысты. Жақында Каны Бейсекеев Ресейде жүрген талантты жастарымызға елге оралып, осы жақта шығармашылықпен айналысатын уақыт келді деп үндеу тастады. Меніңше жақын арада Скриптонит, Сабуров сынды атақты жастарымыз елге қайтуы мүмкін. Әрине, тізім тек бұл екі есіммен шектелмейді. Ол жақта жүрген талай талантты қазақ жастары бар. Олармен қоса ресейлік мықты музыканттар да келуі мүмкін. Себебі шығармашыл адамдар бүгінгі режимде тұра алмас. Оларға бостандық, даму керек. Бұндай жағдайда нағыз шығармашыл жастар мекені саналатын Алматы жан-жақтан талант ағылатын үлкен шығармашылық орталыққа айналады. Бұл мәдени дамуымызға қатты әсер етеді. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз? Елде орын алған өзге де мәселелерге көшейік. Қазақстан халқы қаншалықты біртұтас халық екенін өткен аптада 2 мәрте дәлелдеп берді десем, қателеспеспін. Әлеуметтік желіде, оның ішінде тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарынан 6 наурыз күні Украина халқын қолдауға арналған бейбіт митингпен 8 наурызда әйелдердің саясатқа қатысуы тақырыбында митингтер өткенін білеміз. 6 наурызда өткен митингке бірнеше мың адам жиналған еді. Оның алдында Қазақстан халқы соғыстан зардап шегіп отырған Украина халқына 6 күннің ішінде 150 миллион теңгеден астам жинап берген еді. Оны түрлі пабликтерде тараған видеоларда көрген боларсыздар. Әрине, бұл күндері алматылықтар митинг мәдениетін айқын көрсетті деп толықты айтуға болады.
Ешқандай арандатушылар болған емес, полиция ешкімді ұстаған жоқ, талаптары айқын, рұқсат етілген митинг ұйымдасқан түрде өтті. Бұл қуантарлық жайт. Дегенмен бір ескеретін жайт бар. Алдағы уақытта халық тікелей өзімізге қатысты проблемалар орын алған кезде де бұндай ұжымшылдықты көрсетіп, осынша адам шығып белсенді болса жақсы болар еді. Яғни шынымен де бейбіт шерулерді дәстүрге айналдырса, бұл тек оң нәтижесін береді дегім келеді. Жалпы қазір әлемдік өзекті мәселеге бет бұрамыз деп, елімізде болып жатқан дүниелер тыс қалып жатыр. Ал өткен аптада Қазақстан үшін тағы бір жағымды жаңалық болды. Ол Паралимпиадада жеңіп алған қола жүлдеміз. Биатлоншы Александр Герлиц 10 километр қашықтықта қола жүлдені иеленді. Бұл өте биік дәреже. Тарихымызда алғаш рет қысқы ойындарға қатысып, бірден биіктен көрініп отырмыз. Неге осы керемет мотивациялық жаңалық шет қалды? Осыған таным бар. Бұқаралық спорт пен оны насихаттау мәселесі ақсап жатқандығын сөз етпесек те түсінікті. Өткенде ғана спортшыларымыздың жағдайын, әлемдік жарыстарда нәтиже көрсетіп жүрген Абзал Ажғалиевке қажетті жабдықтарын мемлекет емес, жеке тұлға атап өтсек, біздің атақты велошабандоз Александр Винокуров қамтамасыз етіп бергеннен ақ байқауға болады. Мәдениет және спорт министрлігі бұдан кейін қандай қадамдар жасамақ? Президенттің бұқаралық спортқа қатысты қойған тапсырмалары қашан орындалады? Оның жемісін қашан көреміз? Бұл әзірге жауапсыз сұрақтар. Бүгінге айтарым осы. Талқыланған тақырыптар бойынша ойыңызды видео астына қалдырып кетіңіз. WhatsApp, Instagram желілері арқылы таныстарыңызға таратуларыңызды сұраймын. Бұл сіздің бірнеше секунд уақытыңызды ғана алады, ал мен үшін бұл өте маңызды. Қолдауларыңызға алдын ала алғыс білдіремін. Келесі кездескенше.